Ер адамдар жұмыс істемеген уақытында, үйінде жатқан уақытында қаншалықты қадірі кетіп қалатындығын білесіздер. Бір ай, 2 ай жұмыс істемей үйіңізде жатып қалсаңыз, үйге сыймайсыз да. Безіп кеткіңіз келеді, екі қолыңызды төбеңізге қойып. Өйткені ер адамның табиғатына жараспайтын нәрсе бұл. Үйде жатып алып шықпай қою деген. Қадірі бір кетеді. Бала шағасының тамағын бір таба алмайды. Одан кейін жұмыссыз адам жата бергеннен кейін білесіз, ол аурушаң болады өзі. Ана жер ауырады, мына жер ауырады. Жас келген сайын тіпті ол. Ер адам бала шағасын, әйелін бағып қағуға міндетті. Егер міндетін атқара алмайтын болса, оның қадірлілігі, басшылығы мойнынан түсіп қалады, кетіп қалады. Жаңағы алдында айтқанымыздай, қадіріңіз кетеді ғой, ешқандай сөзіңіз де өтпейтін жағдайға келіп қаласыз.